Ассалаумағалейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз миғраж түні туралы айтатын боламыз, әңгімелесетін. Салт дәстүрімізде қалай екен, не бар ол туралы, миғраждан келген 9 ат деген мақала қиссаны оқып берейін мен. Осы салт дәстүр сөйлейді деген кітабынан. Ал бастайық. Пайғамбар пырақпен миғражға ұшқанда аршыдан өтіп шексіз үлкен дарияға тап болады. Сол жерге келгенде пырақ: «Ей Мұхаммед, мына дариядан мен түгіл бірде-бір періште өте алмайды. Дарияның шеті жоқ, шегі жоқ. Ұшқан мақұлық дарияның ортасына да жете алмайды. Сондықтан мен ары қарай алып өте алмаймын» дейді. Мұхаммед пырақты қоя беріп, дарияның жағасына келгенде Жебірейіл періште жайнамаз әкеледі. «Ей Мұхаммед, мына жайнамазға отырсаң, ол сені демде дариядан өткізеді, Тәңірісін дәргейіне жеткізеді» дейді. Пайғамбар жайнамазға мініп 2 рәкат намаз оқиды. Жайнамаз ұша жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша оны дарияның арғы бетіне жеткізіп, хақтың дәргейіне әкеледі. Намаз мұсылманның миғражы деген нақыл сөз осыдан қалса керекті. Пайғамбар жайнамазда тастамай үмбетіне ала келіпті. Тәңірі тағала ақ дастархан жайып досын күтіп алады. Пайғамбар дастархан басында жайғасады. Күллі періште қызмет етуді мәртебе санайды. Сол кезде ұлық Алла періштелеріне: «Менің сүйікті пайғамбарымның шынтағым мамыққа тисін» дейді. Періштелер пайғамбардың оң иығына жастық әкеліп қойыпты. Содан бастап мұсылман қауымында қонаққа жастық ұсынатын дәстүр пайда болады. Қазақтар жастықты миғраждан келген киелі зат деп сенеді. Жастықты астыңа баса отырма, жастықты теппе дейтіні содан екен. Жаббар хақ пайғамбарға: «Досым, не қалайсың? Бүгін сұрағаныңның бәрін беремін. Мен сені 2 дүниенің нығметіне қатар бөлемін. Мына дастархандағы ас ауқат жәннаттың ең асыл тағамдарынан саған арнайы дайындалып жасалған. Дастарханнан дәм ал» дейді. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар: «Менің үмбетім осы дастарханнан үлес ала ма?» деп сұрайды. «Жоқ, тек қана сен. Мен бұл тағамдарды сенің бір өзің үшін ғана әзірледім. Олай болса, үмбетіме бұйырмаған астан тойып ішуге менің ар ұятым жібермейді» деп дәмге қол созбай отырып алыпты. «Онда мына дастарханды берейін. Ішіне ырыс, дәулет, берекені жасырдым. Үмбетіңе айт. Егер дастарханын таза ұстап, адал асқа ғана жаятын болса, күллі ырысты сол дастархан арқылы табады». Пайғамбар дастарханды өзімен бірге миғраждан ала келген екен. «Үмбеттеріне шаңыраққа береке кірсін десеңдер, дастарханға арамас жолатпаңдар, аяқ асты етпеңдер» деп өсиет қалдырыпты. Миғраждан қайтар сәтінде Тәңірі періштелеріне: «Мұхаммедтің иығына зүміреттен жасалған шапан жабыңдар, басына сәлде ораңдар, сәлде әр үмбеттің қорғаны болсын» дейді. Періштелер пайғамбарға салтанатпен зерлі шапан жабады, басына сәлде орайды. Сол кезде пайғамбар: «Сәлде ердің қорғаны болса, әйелдің қорғаны не болмақ?» деп сұрапты. «Ұлық Алла, әйел заты үмбетіне орамал беремін. Орамалы олардың әрі көркі, әрі қорғаны, әрі иба әдебі болады» депті. Миғраждағы осы оқиғадан соң қазақ арасында құрметті қонағына шапан жабу, басына бөрік кигізу, әйел адамдарға орамал том болмайды, жол болады деп ақ орамал сыйлау сияқты салттар орныққан. Пайғамбар миғраж сапарынан мұсылман үмбетіне 9 түрлі қасиетті зат ала келіпті. Олар жастық, дастархан, шапан, сәлде, орамал, жайнамаз, сәлемдесу үлгісі, Құран, намаз екен. Мұны пайғамбардың базарлығы деп айтады. Ел арасында Құранды құрметтеу, дастарханды баспау, киім-кешекті, бас киімді, орамалды аяқ асты етпеу, жастықты, жайнамазды қадірлеу сияқты ырымдар осыған орай шығыпты. Осындай әңгіме мінекей ең маңызды деген тәрбиелік мәнін өздеріңізге сіңіріп алыңыздар. Өйткені адам топырақтан жаралған ғой. Топыраққа сен андай, мысалы нәжісті, ауылда енді бәрі біледі ғой. Ауылда емес, кез келген өсімдік отырғызатын адам мысалы жерге сиырдың тезегін, соларды малдың тезегін апарып салады. Бірақ ол жерден жаман демей тұрады да, ішінен өзінің керегін, әдемісін сіңіріп алады да, қайтарып береді ғой бізге күшті тамаша өсімдік қылып. Сол сияқты бізді осындай, бірақ бұл, конечно, жаман әңгіме емес, жақсы әңгіме. Бірақ кез келген жаман нәрселерден сөйтіп өзіміз жақсысын сіңіріп алып, сол жақсысын жан-жаққа айтып, сөйтіп бөлісіп жүрейік. Ал жақсы комментарийға жазыңыздар. Не ұнады, білдіңіздер ме бұрын осыны, және лайк пен подписка жасап кетіңіздер. Сау болыңыздар.